Баршаңызға сәлем. Бүгін художественный гимнастика арналған қыздарға біз осындай купальник тігетін боламыз. Ең алдымен баланың өлшемін алу керек. Баланың өлшемін алған кезде біз мойнын өлшейміз, иығын өлшейміз, және де көкіректің астын өлшейміз, белін өлшейміз, бөксесін өлшейміз, және де мынау ау бөлігі бұл стандарт болады. Бұның стандарттық размері 5-6 см. Яғни бұны матаға бүктегенде тек жартысын ғана жазатын боламыз. Сосын бізде айналымдар бар. Осы айналымдарды біз 4-ге бөліп жазатын боламыз. Одан кейін бізде тағы бір өлшем, бұл мойыннан бастап, яғни ауға дейінгі өлшемді баланың ауымен полный былай айналдырып өлшейміз. Содан кейін артқы ендіктерді және де мына иық мойыннан келесі иық пен екінші иықты тоғыстырып өлшеу керекпіз. Өйткені бізде иығы жалғанбалы болады, және де ауы жалғанбалы болғандықтан баланың бөксесінен де иығынан да өтетіндей өлшемді алуымыз керек. Яғни екі иықтың арасындағы өлшем 30 болуы мүмкін, 32 болуы мүмкін. Соған байланысты өлшеп аласыздар. Одан кейін барып мойын ойындысынан белге дейінгі өлшемді өлшейміз. Бұл жерде мынау белден бөксеге дейін 8-10 см түсіреміз. Содан кейін барып бөксені тауып алғаннан кейін бөксемен мынау аудың ортасын теңдей бөліп, мына жерін 10 см қыламыз. Яғни 10 см 2-ге бөлген кезде 5 болуы мүмкін. Егер де балаңызға кигізіп көрген кезде мына жерлері қатты ойылып, трусидан да кішкене ішке қарай кіріп тұрса, онда мына бөлігін ұзартасыздар. Мына жағы кішкене кіріңкі болып келеді, труси сияқты, сосын барып кішкене ұзартып осылай көресіздер. Сосын артқы бөлікте де мына жерін кішкене дөңестеу қыласыздар. Қатты үшбұрыш қылсаңыздар, мына жер көтеріліп кетеді. Одан кейін барып, егер де мына бөлігі қатты жоғары көтеріліп кетсе, мынадан 5 см-дей түсіп, артыңғы труси бөлігін былайынан әкеліп барып осылай істеуге болады. Мен алдында бір рет примерка жасап көрдім қызға. Ол кезде жаңағындай мына бөліктері қатты жоғарылап кеткендіктен мен бұны түсіретін болдым. Енді түсіріп мойын ойындысын тоже көріп аласыздар, қатты ойып жүрмеңіздер. Қолтық ойындысында тоже кигізіп көргеннен кейін барып ойсаңыздар болады. Сосын мына бөлігінде мен түсірдім ауына қарай. Мына жағына да шамалы қостым. Бұл жерге мен кнопка қоятын болдым. Яғни клиенттің сұранысы бойынша, өйткені астынан мына кнопканы алып тастап, киіп, сосын кнопканы астына қарай қадай салады.